Wa aleykum assalam molda bol. Assalomu alaykum de. Ha, wa aleykum assalam. Won qo'ngni ber. Ha, assalomu alaykum de. Ha, budan bulay amandaskan кезде won qo'ngni ber. Bar o'yna. Muna bala chaqa suraydi. Көке deydi amandaskan кезде неге оң қолмен амандасу керек? Оңы не, солы не бәрі бір емес пе? Қолымыз таза ғой дейді. Мұның қиссасы бар ма дейді. Мен айтам бар деймін. Мына әлдиден нәпсқа дейін деген кітапта осыны енді баяндайды. Әл-қисса бұның баяны адам атадан басталды дейді. Мына адам атаны пейішке қойғаннан кейін дейді, қайда барса дейді, осы ізінен періштелер қалмайды екен. Сонымен қайда барса да ізінен шұғырып осы адам атаға телміріп қарап бір рахатқа бата деген. Содан бұрын адам ата бітеп жан-жағына қараттағыны ойлады дейді. Енді адам ғой енді. Ішінен бір көңілі өсті дейді. Менен сондай сымбатты сұлу жаратылған, бұлар менің көркіме ғашық, содан бұл бір телміріп тұр деп. Содан енді бір күні шыдай алмай Тәңірі тағаладан сұрады дейді. Уа Тәңірім, бұлардың бәрі маған ғашық па? Бұл не карамат? На бұлар менің ізімнен қалмайды деп. Сонда Тәңірі тағала айтты дейді адамға. Ей адам, бұлар періште сенің орнына балшықтан жаратылған тәніңді, сұлулығыңды керек қылмайды, не қылады оны деп. Онда неге ізімнен қалмайды деп айтты дейді. Ізіңнен қалмайтын себебі сенің беліңде Хазіреті Мұхаммед пайғамбардың мына нұры бар. Сол беліңдегі пайғамбардың нұрынан махаббаттың, мейірім шафағаттың лебі есет. Бұлар соның самалына келіп тұрып, соның бір мейірім шафағаттың нұрына бөленіп, содан рахат алып тұр, ол сені не қылсын деп айтты дейді. Сол енді адамның асқақтаған көңілі бірден пәс тартып қалды дейді. Содан сұрады дейді, уа Тәңірім, сол Мұхаммедтің белдегі нұрын мен өзім көрсем бола ма деп айтты дейді. Болады. Қалай көрем? Онда былай қылайын, қолыңа шығарайын деп. Содан мына белдегі нұрды дейді, Құдайдың құдіретіменен мына бас бармағына қондырды дейді. Сол бас бармағы мынандай ай сияқты жап-жарық болып жанды дейді. Төрт саусағы жұлдыз сияқты бұлар да жанды дейді. Уа Тәңірім, бұл не карамат деп айтты дейді. Мына бас бармағында тұрған өзіңнің кейінгі ұрпағың шапағат қылатын менің сүйіктім Мұхаммед пайғамбардың нұры бұл бас бармағында тұрған. Мына төртеу оның төрт халифа Омар, Осман, Әбубәкір, Әзіреті Әлінің нұрлары ғой деп айтты дейді. Содан не керек? Құдайдың құтты күні адамның өзі де пейіште жүрген кезінде сол қолына қарап рахат алып пайғамбардың нұрынан есетін мейірім шафағатқа шомылып отырады екен. Содан енді бір күні жаңағы келіншегінің тілін алам деп масқара болып, бидай жеп қойып, одан пейішті былғайтын болып, одан жазал болып қуылып кетеді ғой жердің бетіне. Жердің бетіне келгеннен кейін дүнияның тамағын жейді, дүнияның тамағын жегеннен кейін одан қалдық шығады, содан енді дәретхана соғу керек болады, одан шомылу керек, шығу керек, қосылу қиыны керек, әңгімесі көбейеді ғой жердегі тіршіліктің. Сонда енді дәретке шығатын кезінде ұялды дейді мына оң қолын жаңағыдай лас нәрсеге салуға. Баяғыда оң қолында осы Алланың хабибісінің нұры болған еді ғой. Енді ұят болар бұны лас тірлікке салғаным деп. Сосын сол құрмет көрсету үшін мына амандасқан кезде адамдарға кейінгі ұрпағына оң қолдарымен амандасыңдар. Менің баяғыда оң қолымда Мұхаммед пайғамбардың нұры болған деп айтты дейді. Әне содан бастап амандасқан кезде мұсылман жұрағатында оң қол беріп амандасатын осындай бір салихалы салт шықты дейді. Әне содан бастап мұсылмандар күні бүгінге дейін дәретке барған кезде мына лас нәрсеге сол қолын пайдаланады, амандасқан кезде оң қолын беретін болды дейді. Мұсылман адам моншаға барса, пайғамбардың нұрына құрмет көрсетіп, кіндігіне дейін ғана осы оң қолымен жуынады екен, кіндігінен төмен сол қолын салады екен дейді. Міне енді осындай бұрынғылардан жеткен әңгімесі үй дейді, анық қанығын бір Құдай өзі біледі. Кейінгі ұрпақ, алдыңғы ағалар бізге бір есте әңгіме айтып қалдырма деп ренжімесін деп аз кем әңгіме шығарып отырмыз әні.